үркіреп тұрған көктемде, сіркіреп нөсер төккенде, күркіреп жатқан бұлытты найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алғайсың. Қазбауыр бұлттар маңғанда, орманға жазда барғанда, арманда мені, арманда оңаша жалғыз қалғанда. Армысыздар, қадірлі ұстаздар мен қымбатты оқушылар. Жол керуені алдыға жылжыған сайын Мұқағали Мақатаевтың артына қалдырған өшпес мұрасы жарық жұлдыздардың қараңғы түн қойнауынан құпия сәулесін шашқандай жарқырай, өркендей өсіп айшықтала түсуде. Абай өңдес Мұқағалидай перзенті бар халық, шынымен бақытты халық. Иә, Мұқағали ғажайып, ақиық, сыршыл гуманист ақын. Ол бізге көрінбейтін сиқыр бояулардан, бізге естілмейтін құпия дауыстардан тоялатын жұмбақ ақын. Ақын өлеңдерін оқыған сайын ақиық бейнелі рух пен сезім мен сананың бірлігі көңілге ұялайды. Жазылар естеліктер мен туралы, біреулер жан едідер өр тұлғалы, біреулер тұлпар едідер де мүмкін, бүтінделмей кеткен бір ер тұрманы. Армысыздар, өлең сүйер, өнер сүйер қауым. Ақпан айы ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың дүниеге келген айы. Тума талант, бұл күнде өмірден өтсе де, барша қазақтың жүрегінде берік орныққан. Ақынмын деп қалай айта аламын, халқымның өз айтқанын қайталадым. Көпі күйген қазақтың қара өлеңін, шекпен жауып өзіне қайтарамын, деп жүрегінің түбінен қайнап шыққан асыл жырларымен көпшіліктің махаббатына бөленген Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына арналған Мұқағали мәңгілік ғұмыр атты іс-шараны тамашалауға шақырам. Бүгін менің туған күнім ой пәләй, адамдар неге жатыр тойламай, банкет жасап берер едім өзіма, тәңірім бір жағын қоятын қоймаңай, мына дүние неге жатыр үндемей, алаулатып тойдың жоғын өлгенмей, құшақ гүл шоқтарын лақтырып, мынау шапат, мынау атыңмын демей, мына жұртқа жақпады ма әлденем, бекер өмір сүргенім бе әлдемей, халқым сенің қасиетіңді білем деп, босқа өмір сүргенім бе әлдемей. Естіңде ме? Екеуміз де елдедік, екеуміз де жоқ нәрсеге шөлдедік, ағайынның айтқанына көнбедік, ойлап тұрсам жасаппыз ғой пенделік. Нені көрдік, не бітіріп жөндедік, нені сездік, нені көрдік досым-ау, аңсап көрген арманымыз осы ма? Елге қайтып кетеді деп шошыма, оралмаймын бір жығылған қасыма, есіңде ме тарлашық аласа, еденіміз текемет пен алаша, аласа үйде асқар таудай тамаша, аласұрып қуаныш балаша. Сонда біреу екеумізге қараса, тамыз еді жылға тоғай оңаша. Шіркін солшақ тамаша еді тамаша, онда тамыз мұнда міне қараша. Дос болам десең, дос болам десең, досында сыйла қымбаттым. Досыңа сонда, досың менен ғана қымбатпын. Дос болам десең, мендегі доспен достасқын, сендегі доспен дос болып, сонда тұрмақпын. Достарың көп пе? Апыр-ау, неткен жақсы едің. Досым аз менің, досым-ау менің тапшымын. Достарың менен достастыр мен асылым, достастыр мені. Болайын құлың нақ сенің. Достыққа жүрмін құмартып, өлгелі жүрмін, өзіме өзім мінартып, жауыздың барып жанына өзір болғанның, достарыңның барып ауласына өлген мың артық. Не сыйлайды, не береді келер күн. Не сыйлайды, не береді келер күн. Неде болса тірі тұрсам көрермін. Желідегі құлынымын мен елдің, көгендегі қозысымын мен елдің. Не сыйласын, несін берсін ел маған, тұрсақ екен елімдаман мен даман. Тауларым менің таусылмайтын бақытым, алырсым ұланғайыр кең далам. Не істемекпін алтын гауһар жақытты, оларды іздеп өткізбекпін уақытты. Мен бақытсыз бола қойман сірәді, туған елім болса екен бақытты. Байқа қалқам, қалай, қалқам маған не деді, мен өзім зерттей алмай келемін. Өзім жайлы жалғыз ғана терегім, өзгелерге түсініксіз өлегім. Өмірімде бар, өкпемде бар назмыңда, аңдап көргей өзім жайлы жаздым ба. Қаршадайдан өмір кешіп сасқым ба, ақылымды ат тектім бе аздым ба.
түсінбеймін. Неге келдім, неге кеттім? Мұны өмірде нені жойдым, нені ектім? Байқа қалқан, мен де саған керекпін. Қазір қыс қой, жапырақсыз терекпін. Ешнәрсенің керегі жоқ шаршадым. Басымда үйіп тұрып алды әлемдегі бар сағым. Өніп өскен топырағыма апарыңдар, тастаңдар. Тауларымда қара суды қара саздан садым. Енді емделсем, туған жердің топырағымен емделем. Ескек жермен ентігімді басқанымды жөн көрем. Неге керек? Сән салтанат, ұю тойдымын. Таудың ерге тақсымын мен деген. Тіптен маған керегі жоқ ешненің. Белгісіз ақ болсын мейлі өшкенімде өшкенім. Ол киелі шаңырағым айналайын достым. Алдыңда егер айыбым мен күнәм болса кешімен. Мұқағали Мақатаев, пай-пай өмір. Пай-пай өмір өтесің ау бір күні, тиясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір өтесің ау бір күні. Болмағандай жүрмегендей сенде біз. Кетеміз ау, әй кетеміз пендеміз. Ұрпақтарға береміз де кезекті. Біз кетеміз, кету үшін келгенбіз. Көреледім, шаман ба, отпын ба, білер едің ақынмын ба, жоқпын ба, кектендірген қанжаңгір де жоқ мұнда, кектенетін махамбетте жоқ мұнда, түсінерің, езбін бе әлде ермін бе, байқар едің артықпын ба, кемін бе, мен Спартак болмадым не шара, сенің өзің Сезар болып көрдің бе, сырымда осы, жырымда осы алдыңда, байқадың ба, бықсыдым ба, жандым ба, махаңдар жоқ, махаңдардың сарқыты, Мұқағали Мақатаев бар мұнда. Туған жерім, ұлағымын, Қарасаз деп аталатын ауылым. Туған жылым 1931. Құрдақ мұның сәмірден, жұмысым кім? Еркекмін ғой еркекпін. Және дағы тәуірмін. Партияда басыңмын? Жоқпын. Шыққан дейін шаруамын. Партияліктен оны аса балаймын. Білмеймін, орташа ғой. Алайда өзімді жоғары балаймын. Мекен жайым жер менің. Жерде жүрген ақын деген пендемін. Қалапқаға тек аздаған уақыт мен өмірді жырлау үшін келгенмін. Бақыт жайлы менің мұны білгенім, бақыт деген бірде шаттық бірде мұң. Бақытты сол тәрі етіп күндерім, бақыт іздеп азаптанса кімде-кім. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз ақ бақытты боп жүргенің, бақыттың да басқасын да білмең, бақытсыз ақ ойнап күлгенің. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз ақ бақытты боп жүргенің, бақыттың да басқасын да білмең, бақытсыз ақ ойнап күлгенің. Қырансың аға, топтан сен бөлек тарасың. Хан тәңірі сынды заңғар болып мәңгі қаласың. Жырларың сенің таулардай биік тұлғалы. Шарлап жүр бүгін көкпенен жердің арасын. Құрметті жыр сүйер қауым, ақиық ақынның ұрпаққа ұран болған жырларын елі де ақынның ой мен сезім атасқан жырларын жаттаған жас қауымда ешқашан естен шығармайды деп сенеміз. Бүгінгі кешіміз осымен өз мәресіне жетіп қалды. Айтылмаған мұқаңда арман бар ма, әр әні толы ой армандарға. Шерте білген мұңдарын жас қайынға, дәл мұқаңдай қазақта ақын бар ма? Ғасыр ақыны атағанай Мұқағали жырлары жылдан жылға, ғасырдан ғасырға жалғаса бермек. Мұқағали мәңгілік өмір. Сонымен ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына арналған әдеби сазды сағатымыз аяқталды. Бақыт деген не өзі? Бақыт деген не өзі деп
бастады топ таласта. Бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан әрасты. Бір айтады, бақыт деген барлық байлық емес пе? Керегіңше киіп жүрсең, бақыттысың демес пе? Бір айтады, жоқ, бақыт деген қолың жетпес мансап қой. Жұрттан көрі жүрсең ерек, соның өзі жақсат қой. Бір айтады, бақыт деген жүйрік мініп, той тойлау. Ісің болмай күйбеңменен, қарын тойса қарт ойнау. Бір айтады, бақыт деген адал жар мен перзент қой. Ынтымаққа ырыс келген, ол да соған келмек қой. Пікірлердің таласына осылай мен жолықтым. Бақыт адам баласына келмес оңай, сонықты. Безбеймін мен баладан да, байлықтан да, жардан да. Мансап жетпес бар адамға үлестіріп алғанда. Үміт үзбей іздейді олар, таңдап сол бір жақұтты. Он алыстан іздемегін, жүректен тап бақытты. Мұқағалидың ұрпаққа қалдырған аманатын ғасырлар арнасына лайық деп еліп бас иеміз. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні, тыясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні. Болмағандай, жүрмегендей сенде біз, кетеміз ау, әй кетеміз, пендеміз. Ұрпақтарға береміз де кезекті, біз кетеміз, кету үшін келгеміз. Өмір деген бұйым емес қолдағы, өмір дейтін ұлы бекет жолдағы. Қаның кеуіп қаталаған кезіңде сусыныңды қандырсаң бір болғаны. Мына күнде, мына аспанда далан ау, бәрі бізден қаладау. Бұлқынып жатыр, келмейдау құрғыр шамасы, бұлқынып жатыр таусылдау айла шарасы. Сәулемнің менің аяқ пен қолым матамай, бостандық берші мамасы. Тұмшалап қойдың несіне сонша қаусырып, шандудан бөлек қалған ба шараң таусылып. Аяқ пен қолым матамай бос қой мамасы, кішкентай адам көрсетіп жатыр қарсылық. Қарашы мынау қабаржып жатқан пішінге, ыза мен ашу қайнайды келіп ішінде. Жетпей ме солда қойдың ғой мені арқандап, мамасы босап, қызыма құрсау түсірме, көкемді босап.